Барлықтарыңызға қайырлы күн, құрметті қыз-келіншектер. Бүгін сіздерге құймақтың рецептісін көрсететін боламын. Мен арнама жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Бұл рецепті көп қыз-келіншектердің сұранысы бойынша салып түсіріп тұрмын. Мені инстаграмнан көретін қыздар осы рецепті сұраған болатын құймақтың. Мен супермаркетке осы рецепт бойынша түсіріп өткіземін. 2 сковородкамен тез пісіріп аламын, көп етіп, сосын пакетке салып өткіземін. Ал рецепті қабыл алыңыздар. Алдымен 4 жұмыртқаны ыдысымызға салып араластырамыз да үстіне ас қасықпен 6 ас қасық салам қантты. Мен 2 есе көбейтіп жасап жатырмын. 30 штук құймақ шығады бұл рецепт бойынша. Сіздерге описаниеге толық рецепті жазып қалдырамын. Қант пен жұмыртқаны араластырып алған соң тұзымызды саламыз, содамызды саламыз, жақсылап бір рет араластырып алған соң оның үстіне ұнымызды салуымыз керек. 400 грамм ұн саламда араластырып жіберемін, және де жылы сүтті құйып тағы да араластырамын. Ұнның жартысын, сүттің жартысын құйдым. Осылай кезектестіріп ұн мен сүтті саламыз. Сүт жылы болу керек міндетті түрде. Ыстық болса да болмайды, қатты салқын болса да болмайды. Жылы сүт болса өте керемет болып шығады. Осылай кезектестіріп салып болған соң араластырып аламыз да үстінен қайнаған суымызды құямыз. 400 грамм қайнаған су болу керек. Сол кезде рецепт күшті болып шығады құймақ. Суды да 2-ге бөліп жаймен араластырып аламыз. Қыздар, сосын айта кететін, бұл миксермен де жасасаңыздар болады бұл рецепті. Өте керемет болып шығады. Және де енді 6 ас қасықпен сұйық майымызды қосып араластырып аламыз. Енді біздің массамыз дайын. Осындай масса болып шығу қажет. Жасап көруге кеңес беремін. Арнама жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Енді біз оны пісіріп аламыз. Алдымен табан майлайсыздар. Мен күнделікті пісіріп жүргендіктен табан майланған. Яғни пісіріп болғаннан кейін майлап қоямын да. Енді мен майламай-ақ бастадым. Сіздер бастайтын кезде бір рет майлап алсаңыздар болады. Әрқайсысында емес, тек басында бір рет майлайсыздар. Және де осылай құймақтарымызды пісіріп ала береміз. Арасына май жақсаңыздар да болады. 2-3 күн тұра береді ол құймақтар, ара шабысып қалмай, қатып қалмай тұрады май жақсаңыздар егер. Осылай барлық құймақтарымызды пісіріп аламыз. Қыздар, видео пайдалы болған болса, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алдағы уақытта өте керемет рецепттерді салуға тырысамын. Сіздерге барынша пайдалы болуға тырысамын. Сондықтан да менімен бірге болыңыздар. Және де инстаграмда да қандай рецепт салатынымды бірінші көргіңіз келсе, инстаграм парақшама жазылып қоюды ұмытпаңыздар.